Қармақшы ауданы төтенше жағдайлар бөлімі және 10 өрт сөндіру бөлімі қызметкерлері ұлы жеңіс күнінің 75 жылдығына орай мың рахмет сізге майдангер атты патриоттық өлеңдер оқу челленджін бастаймыз. Жеңіс деген жақсылықтың сыңары, жігер менен құштарлықтың құралы, күрескердің арманы мен ұраны, қуаныш пен мерекенің бұлағы, жауынгер біздің саңлақтар, жауды жеңген солдаттар, ардақты отан ел үшін, бақытты туған жер үшін. Оқ борады күні түн, жатты жерді от қарып, алға қарай ұмтылды, батыр қазақ оқталып, туын жықпай қолдағы опат болды ел үшін, кеудесімен қорғады азаттықтың жемісін. Даламыздың даңқысын балауса гүл балғын қыз, жанын қиып халқы үшін жанып түскен ақ жұлдыз, сілкінтіп зеңбіректер жердің жүзін, оқ борап снарядтар қаққандызың, қаптаған қалың жаудан тайсалмаған мен көрдім пилоткалы қазақ қызын. Қасарысты 28, тынбай атты гранатты, отан деген отты лебіз, жандарынан жалын атты. Кетпес олар естен мәңгі, кектері тұр кеудемізде, ерлік таңқы жеңіс таңы жарқыратып келді бізге. Орыс қазақ қырғыздан құрылған бұл шағын топ, жауға үрей тоғызған, жайпап түсер жалын боп. 28 бір ғалам, анау жаудың танкілері лаулаған, Ресей кең, отан кең, артымызда Москва, шегінуге хақымыз жоқ бір қадам. Құрметті отандастар, сіздерді отан қорғаушылар күнімен және ұлы жеңіс күнінің 75 жылдығымен құттықтаймыз.